Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Геология және пайдалы қазба кен орындарын барлау мамандығы үшін жалпы және тарихи геология пәні бойынша слайд дәріс тақырыбын жазамыз. Бүгінгі тақырыбымыз жердің геологиялық тарихы, жердің пайда болуы және архейге дейінгі тарихы. Мен Қарағанды техникалық университетінің геология кафедрасының аға оқытушысы Жұмысбекова Гүлден Ерұлханова. Дәрістің мақсатына келсек, тарихи геологияның басты принциптері мен әдістері, тарихи геологияның геологиялық талдаудың негізгі әдістері, жоспары, тарихи геологияның тақырыбы мен мәселелерін қарастыралып, тарихи геологиялық талдаудың негізгі әдістері дегеніміз не? Архей кезеңі, вен кезеңі. Тарихи геология геологиялық пәндер комплексіндегі негізгі пән. Атынан көрініп тұрғандай, ол жер планетасының даму тарихын, бірнеше кезекте оның литосферасы мен сыртқы қабықтарының өзара әрекеттесуін қарастырады. Тарихи геологияны оқып білу студенттердің жалпы геология, құрылымдық геология, палеонтология және стратиграфия пәндері бойынша алған білімдеріне негізделген. Сонымен қатар, тарихи геология өз кезегінде аймақтық геология мен геотектоника және геодинамика пәндеріне негіз болады. Тарихи геология комплексті пән. Ол басты төрт элементтен геохронология, стратиграфия, палеогеография мен палеотектоникадан тұрады. Палеогеографияға келсек, өткен геологиялық кездердегі физикалық, географиялық жағдайларды қалпына келтірумен шұғылданады. Құрлық пен теңіздің таралуын, олардың биіктігі мен тереңдігін, климат белдемділігін және геологиялық тарих ағымындағы өзгерістерін зерттейді. Ал палеотектоника ол жер қыртысының қозғалыстары мен деформациялану тарихын зерттейді. Жер қыртысын типтерінің қалыптасуы мен қирауын анықтайды, ал литосфералық тақталардың өзара әрекеттесуін жаңа ғылым палеогеодинамика. Тарихи геология ғылым ретінде тек 18 және 19 ғасырлар тоғысында ғана пайда болған. Тарихи геологияның тақырыбы жердің пайда болған кезінен бүгінгі дейінгі тарихын зерттеу, нәтижесінде литосфераның, атмосфераның, гидросфераның және биосфераның жаралу себептері мен дамуын анықтайды. Ландшафт климаттық және геодинамикалық жағдайларына сипаттама береді. Тау жыныстардың пайда болған уақыты мен жатыс жағдайларын және олармен байланысты пайдалы қазбаларды анықтайды. Теңіз немесе континент жағдайында түзілген шөгінділер геологиялық өткен замандардағы физикалық, географиялық жағдайлардың құжаттық куәлігі болса, ал таужыныстардың қабаттастығы оқиғалар реттістігін көрсетеді. Таужыныстар құрамында сақталған жәндіктер және өсімдіктердің қалдықтары біздің планетамыздың өткен өмірінің куәлері болып, жер тарихы мен тіршіліктің дамуын біртұтас құбылыс деп қарастыруға
мүмкіндік береді. 1669 жылы Италияда жұмыс жасаған даниялық жаратылыстанушы Нильс Стенсон 1638 жылдан бастап 1686 жыл ол ғылыми әлемде Николай Стенон деген атпен белгілі стратиграфияның негізгі 6 принципін ұсынады. Ол жер қабаттары судан шөгінді тұну нәтижесі. Екіншіден ұсынған принципі қабат өзінің құрамындағы басқа қабаттар сынықтарынан кейін түзілген. Әр қабат өзі үстінде жатқан қабаттан кейін, өзінің үстінде жатқан қабаттан бұрын шөккен. Төртіншіден, құрамында теңіз бақалшақтары мен теңіз тұзы бар қабат теңізде пайда болған. Егер оның құрамында өсімдіктер болса, онда оларды тасқын мен ағын әкелген. Бесіншіден, ұсынған принципі қабаттың ұзындығы өте үлкен болғанымен ені аңғардың көлденеңінен өлшенеді. Алтыншыдан, қабат алғашында көлбеу жатқан, егер ол еңіс жатса, онда кейінгі өзгерістерге ұшырағаны. Ломоносов 1711 жылдан бастап 1765 жылға дейін 18 ғасырдың ортасында геологиялық уақыттың ұзақтығын, жер тарихында климат пен ландшафт елеулі өзгерістерге ұшырағанын айтқан. Ғылымның дамуына Италия ғалымы Ардуино үлкен үлес қосты. Ол 1760 жылы таужыныстарды жасына қарай жіктеудің алғашқы сұлбасын ұсынады. Ағылшын геологы Лайель өзінің «Геология негіздері» атты еңбегінде жердегі барлық ірі өзгерістер қиратушы апаттар нәтижесінде емес, баяу және ұзақ геологиялық процестер нәтижесінде туындаған дәлелдеген. Жердің тарихын танып білу үшін қазіргі заман геологиялық процестерін зерттеу керектігін айтқан. Лайель ұсынған бұл тұжырым кейін актуализм принципі деп атқа ие болған. Палеогеографияның қалыптасуына 1838 жылы Гресли енгізген фация туралы түсініктің мәні үлкен еді. Француз ғалымы Уок, америкалық ғалым Холл 1859 жылы платформалар мен геосинклиндер туралы ілімінің негізін қалады. Гресли Сикул 1814 жылдан бастап 65 жылға дейін өмір сүрген, ал француз ғалымы Уок 1861 жылдан бастап 1927 жылға дейін өмір сүрген. Наливкин 1889 жылдан бастап 1975 жылға дейін. Наливкин фация туралы ілімнің негізін жасады. Ал неміс геофизигі Вегенер 1880 жылдан бастап 1930 жылға дейін тұрады. Континенттер роу туралы гипотезаны ұсынады. 20 ғасырдың 50 жылдары
Бұл гипотеза жаңа түсінік литосфералық тақталар теориясына ұласты. Тарихи геологиялық зерттеулер нәтижесінде Волга-Орал алқабы мен Батыс Сібірде, Орта Азияда өте ірі мұнай және газ кен орындары, сонымен қатар алмас, тас, көмір, түсті және сирек металдар, бағалы және асыл металдар мен тастар кен орындары ашылды. Тарихи геологиялық зерттеулер бірқатар маңызды мәселелерді шешуге мүмкіндік беретін әрқилы әдістерге негізделген. Сонымен тарихи геологияның алдында тұрған негізгі мәселелер: біріншіден, тау жыныстарын жасын анықтау; екіншіден, жер бетінің геологиялық өткен замандағы физикалық, географиялық жағдайларын қалпына келтіру; үшіншіден, вулканизм, плутонизм мен метаморфизм тарихын қалпына келтіру және түсіндіру; тектоникалық қозғалыстар тарихын қалпына келтіру; жер қыртысының құрылысын және даму заңдылықтарын анықтау. Өткен геологиялық уақытта болған физикалық, географиялық жағдай мен ландшафттық климаттық жағдайды қалпына келтірумен тарихи геологияның құрамына кіретін негізгі ғылыми пән палеогеография айналысады. Палеогеография – ол жердің географиялық қыртысы, оның геологиялық өткендегі күйі мен дамуы туралы ғылым. Палеогеографиялық зерттеулер процесінде атмосфераның, гидросфераның, литосфераның жоғарғы бөлігі мен биосфераның құрамы реконструкцияланады. Геологиялық өткеннің ландшафт жағдайы қалпына келтіріледі. Климаттық белсенділік пен климат сипаты реконструкцияланады. Ежелгі физикалық, географиялық жағдайларды қалпына келтірудің ең жалпы әдістері қатарына фациялық және палеоэкологиялық талдаулар кіреді. Фациялық талдау тау жыныстары мен олардың құрамындағы тас нұсқалар арқылы ежелгі географиялық жағдайды қайта қалпына келтіру әдісі. Фация бір стратиграфиялық деңгейдегі көршілес түзілімдердің құрамына және физикалық, географиялық жаралу жағдайымен өзгешеленетін түзілімдер комплексі. Стратиграфиялық мағынасы жоқ жалпы түсінік генетикалық тип деп аталады. Генетикалық тип белгілі бір физикалық, географиялық жағдайларда жаралған кен ұғымды түзілімдер комплексі. Элювий, делювий, пролювий, алювий, жағалаулық теңіз тағы басқалар. Фациялық талдау жекелеген қималар мен белгілі бір стратиграфиялық аралықтағы шөгінді тау жыныстарды зерттеу және табылған өзгерістер мен заңдылықтарды аудан бойынша қадағалау жолымен іске асырылады. Тау жыныстар жаралу ортасының ерекшеліктері бойынша басты үш топқа бөлінеді. Ол континенттік, теңіздік және аралық немесе өтпелі болып жіктеледі. Фациялық талдаудың ең басты критерийлері
Екіншіден, тау жыныстардың шөгінділердің типі мен заттық, химиялық және минералдық құрамы. Сонымен қатар, олардың аутигендік минералдарының тас періштері мен цементінің ерекшеліктері. Екіншіден, тау жыныс түйір өлшемі, түсі, құрылымы, сынықтарының құрамы мен олардың жұмырлығы, қабатталу бетінің сипаты мен шайылуы, шөгінді жиналудағы үзілістердің ізі, сынықты құрам бөліктер мен органикалық қалдықтардың бағдарлығындығы, су асты жылжу деформациялары мен нептундық дайкалардың болуы, бітімдік ерекшеліктер, қабаттылық пен қабатталаулық типтері мен сипаты, шөгінді және шөгінді вулканогендік қатқабаттар циклділігі мен ырғақтылығын зерттеу. Тау жыныстардың жатыс пішіндері, олардың қалыңдығы, басқа тау жыныстарға ауысуларының сипатын айтамыз. Бесіншіден, ол палеонтологиялық ерекшеліктер. Алтыншыдан, су қоймалар тұздылығы мен газдық режим, минерал индикаторларының болуы, шөгінді қатқабаттардың геохимиялық ерекшеліктері. Жетіншіден, қышқылдық, сілтілік және тотықсыздану жағдайлары, EH пен pH-тың айықтауы, темірдің тотықты және жеткіліксіз тотықты түрлерінің мөлшері. Сегізіншіден, оттек, стронций, күкірт, көміртек изотоптарының өзара қатынасын анықтау, палеотермометриялық деректер, мысалы магнезиялық, изотоптық, стронцийлық әдістер, вулканогендік және метеориттік материалдардың болуы. Тарихи геологиялық талдаудың негізгі әдістерін қарастырсақ, ол палеогеографиялық әдістер, теңіз жағдайлары, теңіз түнгі бедерінің негізгі морфологиялық элементтері жатады, жағалық белде, мысалы, супралитар, литорал дейді, сублиторал, континент саязы, қайран, континент беткейі, мұхит табаны мен терең су ойыстары жатады. Әлем мұхиты түбі бедерінің морфологиялық элементтері мен биологиялық белдемдері. Судың жоғарғы деңгейі лық су дейді, және судың төменгі деңгейі қайту деген мағына. Сурет бойынша әлем мұхиты түбі бедерінің морфологиялық элементтері мен биологиялық белдемдері жатады. Судың жоғарғы деңгейі көрсетілген лық су, жаңа айтып кеттік қой, және судың төменгі деңгейі қайтуы жатады. Мына жерде сублитораль, литораль, сублитораль, батиальдық белдемі, абиссальдық белдемі көрсетілген, пелагиаль белдемі, хадальдық не болмаса, и бенталь тереңдіктері 200 метрден бастап 6500 метр аралығында.
түптік организмдердің тіршілік жағдайларының сипаты мен тереңдігіне қарай теңіздің мынадай алқаптарына жатады: саяз сулы немесе неридтік дейді, супралиторал және сублиторал белдемдері 200 метр тереңдікке дейін, батиаль, эпибатал 200 метрден бастап 500 метрге және нағыз батиал 500-ден бастап 3000 метр тереңдіктерде орналасқан белдемдері, абиссаль 1700 метрден терең мұхит түнгі. Оның ультра-абиссал хадал бөліктерінде терең су науалары орналасады. Теңіз алабының ашық бөлігін жағамен байланыспайды және терең пелагиаль алқабы дейді. Бұл алқапта агглютинденген фораминиферлер, құрттар, шаян тәрізділер, галатуриялар, қасқабасшақтылар, гастроподтар мен погонофорлар тіршілік етеді. Америка геологы Деннет 1872 жылы ең көне метаморфтық жаралымдарды архей тау жыныстары деп атаған. Грекше археос көне деген мағынаны береді. Соның артынша Эммонс 1888 жылы көне қатқабаттардың жоғарғы бөлігін протерозой, грекше протерос алғашқы зоя өмір тіршілік деп атайды. Осы жылы халықаралық геологиялық конгресс Кембрийге дейінгі тізілімдерде архей және протерозой тау жыныстары деген білімдерді заңдастырады. Бір ескертетіні, Кембрийге дейінгі геологиялық саты ол жердің 4,5 миллиард жылдық тарихын қамтыған, ал оның алдындағы планета жаралған 4,6 миллиард жылға дейінгі кезең, яғни ұзақты 0,6 миллиард жылдай геологияға дейінгі сатын айтады. Ерте архейде атмосфера мен гидросфера болды ма деген сұраққа я деп жауап беруге болады. Алғашқы атмосфера жер қойнауының газсыздану процесінде бөлініп шыққан газдардан түзілген. Гидросфераның болғанын Гренландияның Исуа ауданындағы ең көне тау жыныстар кешеніндегі кварциттердің суда түзілгендігімен білеміз. Сонымен ерте архей кезеңінде, яғни осыдан 3,5 миллиард жылдан бұрын мұхиттық және континенттік жер қыртысы, мантия, ядро мен гидросфера қалыптасқан. Соңғы архей немесе мезоархей мен неоархей осыдан 3,2-ден бастап 2,5 миллиард жыл бұрынғы уақытта қамтиды. Рифей және фанерозой тізілімдерінің тұратын тіспен қапталған көне платформалар қалқанымен плиталардың іргетасы ауқымында негізінен 3 типті тау жыныстар комплексі кездеседі. Олар біршама сызықты белдемдер немесе белдеулер қалыптастырады. Бірінші типке жасыл тасты белдемдер жатады. Олар заңдылық бойынша ультра негізден қышқыл вулканиттерге, базальт, андезит, дацит, реолиттерге дейін дифференцияланған қалың қабаттардан тұрады. Жасыл тасты белдемдердің құрылысы олар дамыған аудандардың барлығында ұқсас, яғни осы типті.
екінші тип орта және парагнейстерден тұрады. Олар гранит массивтеріне қанығып, гранита-гнейс алаңдарына айналған. Олардың құрамы граниттерге сәйкес, ал бітімі гнейс тәрізді. Үшінші типке келсек, ол гранулит гнейстер белдемдерінен жаралған. Гранулиттер орташа қысым мен жоғары температура 750-ден жоғары жағдайларында қалыптасқан кварц, далашпат және анартас құрамды метаморфтық тау жыныстар. Және де соңғы архейдің аяғында жер тарихында суперконтинент болуы мүмкін. Бұл туралы түсінікті жас протерозой қатпарлы белдеулер мен жүйелерінің іргетасын құрайтын архей тау жыныстарының кең таралуына қарап аламыз. Егер жердің бір бөлігінде континенттік жер қыртысы суперконтинент Пангея болса, ал қалған бөлігінде мұхит типті қыртысы су панталасы орналасқан. Бұл алаптағы судың массасы қазіргі көлемде немесе одан аздау болуы мүмкін. Тіршіліктің туындауы архей түзілімдерінде қарапайым органикалық өмірдің ізі батыс Австралиядағы Пилбар ең көне тау жыныстар блогында жасы 3,4-ден бастап 3,5 миллиард жыл белгілі. Бұл жерде көк жасыл балдырлар, строматолиттер ізі табылған. Тіршіліктің ең көне өкілі көк жасыл балдырлар, цианофиттер. Бір клеткалы цианофиттер акритархтар қабығының жіп сияқты микроскоп жарылымдары, карбонат жиырылымдар, катаграфиялар дейді оны, көк жасыл балдырлар, строматолиттер мен онколиттер тіршілігінің ізі органикалық өкілдер ретінде жасы 2,5-нан бастап 3 миллиард жыл болатын түзілімдерде белгілі тіршіліктің ізгі белгілі. Бастапқы протерозойдың сонында теңіз деңгейінен жоғары көтерілген жаңа зор континент Пангея бір пайда болған. Қазба байлықтарына келсек, бастапқы протерозой темір кендерін жиналудың ең аз кезі болған. Оларға біршама терең сулық жолақтанған жеспелит кендері, темірлі тақтастастар, темірлі карбонаттар және жағалаулық теңіздік оолит темір кендері жатады. Темір марганец тобындағы металл кендері Бразилия мен Африкада, кобальт, мыс пен никель сульфидтерінің кені Канадада, мыс колчедан кендері Финляндияда, титан мен хром кендері оңтүстік Африкада, ванадий кені Намибия мен Бразилияның Минас Жерайс штатында кездеседі. Бастапқы протерозойлық алтын, уран, перитті конгломераттар оңтүстік Африка мен осы Африканың кварц желілерінде мол. Мезо және неопротерозой
0,54-тен бастап 1,6 миллиард жыл аралығын айтамыз. Карелия тектоны магмалық заманынан басталып, Байкал тектоны магмалық заманына дейінгі геологиялық кезең аралық рифей деп аталады. Неопротерозойдың ең жоғарғы бөлігі Вент жүйесі аталып, 540-тан бастап 650 миллион жылдар аралығын қамтиды. Соңғы кезде фанерозой айқын деген түсінікке сәйкес келетін органикалық қалдықтары мен тектоникалық жағдайына байланысты вентті фанерозой эонының бастапқы кезеңі деп қарастыру керек деген пікірлер де бар. Соңғы протерозойда алғашқы планктондық организмдер өмірге келген. Органикалық тіршіліктің екінші басты шегі ортаңғы рифей басталуына сәйкес келеді. Осы шақта қарапайым көп клеткалы жәндік және өсімдік организмдер өмірге келіп таралған. Алғашқы ұйық жегіштердің ізі жасы 1200 миллион жыл болатын тізілімдерде кездескен. Ортаңғы рифей басталысымен Пангея бір суперконтиненттің құрылымсыздану деструкциялық процестері айтарлықтай күшейген. Бұл солтүстік Америкада, шығыс Европада, Сібірде көптеген және авлакогендердің пайда болуымен, сонымен қатар осы типті ерте рифейлік құрылымдардың жандана дамуымен бөлінеді. Олардың ішіндегі ең көрнектісі солтүстік Америкадағы медконтинент, континент ортасы дейді, авлакогені, тұзындығы 2500 километр, еніне келсек 100-ден бастап 200 километрге дейін, ал тереңдігі 15 километр. Оның толтырған тау жыныстардың жартысын базальттар құрайды. Соңғы рифей Пангея бір екі бөлікке бөлінеді. Солтүстігінде Лавразияға, ал оңтүстігінде Гондванаға ыдыраған. Бірақ бұл екі континенттік массада көп ұзамай, тіпті бір мезгілде десе де болады, бөлшектеніп ыдырай бастайды. Рифей климатының ерекшеліктері негізінен шөгінді тау жыныстардың таралғандығымен, көне мору қыртысы өнімдерінің қайта түзілуімен және палеотермометрия деректерімен анықталады. Бастапқы және ортаңғы рифейде жоғары магнийлі қайран ақтастары мен доломиттерінің және хемогендік кремний жаралудың кеңінен таралуы жұмсақ, теңіздік және өте жылы климаттық жағдай болғанын көрсетеді. Теллит қабаттарында және олармен фациялық байланыстағы теңіз шөгінділерінде аквамариналар, айсберг жарылымдары, темір кенді шоғырлар кездеседі. Қазба байлықтары бастапқы рифей пайдалы қазбаларға біршама бай. Олар оолитті формациядағы қабатты сидерит, гематит, темір кендері, магнезит шоғырлары, қабатты фосфорит шоғырлары, мыс және полиметалл кендерінің кен орындары.
Келесі Вент дәуірі. Алғаш Соколов 1952 жылы Балтика маңы аумағында протерозой мен Кембрийдің аралығындағы қабаттарды Вент деген атаумен бөлген. Вент неопротерозой дәуірінің аяққы кезеңі. Ол Рифей эонотемасы мен Кембрий жүйесінің 2-9 аралығында орналасып, жасы 650 мен 570 миллион жылдар аралығында сәйкес келеді. Халықаралық геологиялық конгресстер шешімі бойынша Вент кезеңі протерозойды аяқтайды. Вент жүйесінің астыңғы шекарасын және оның негізгі бөліктемелерін сәйкестендірудің жүргізу реберлері. Біріншіден, Лапланд, Варангерді, горизонтты және оның боламаларының келитті түзілімдермен құрамында қаңқасыз омыртқасыздардың беломор-эдиакар биотасы бар түзілімдердің трансгрессиялық негізі. Екіншіден, стратиграфиялық қимадағы постилитті түзілімдердің орны мен олардың төменгі Кембрийдің Тамот ярусынан әрдайым төмен орналасуы. Қимадағы Вент тенит флорасы жаппай таралған қабаттардың орны. Төртіншіге келсек, Тамот алды сабильдит ассоциациясының орны. Бесіншіден, ұсақ қаңқалы организмдердің бастапқы Тамот ассоциациясы бар қабаттардың орны. Халықаралық геологиялық конгресс ұзақ пікір таласынан кейін Вент жүйесі екіге бөлінеді. Ол төменгі бөлімі Варангерші Лапланд мұз басуы. Ол жоғарғысы Эдиакар фаунасы дамыған деңгей бойынша. Вент түзілімдерінің таралуы. Олар барлық континенттерде белгілі. Ең толық қималары Шығыс Еуропа мен Сібір платформаларында, ал басқа платформаларда шектеулі. Вент жаралымдары Орал, Байкал, Кордильер, Апалач және Аделаид қатпарлы белдеулерінде. Батыс Еуропа вецениттері мен каледониттері ауқымында белгілі. Қысқаша мәлімет айтып кетейік. Бастапқы архей 4 миллионнан бастап 3,5 миллион жыл аралығы ежелгі мұхит пен жер қыртысының қалыптасуымен, атмосфера мен гидросфераның әрі қарай дамуымен, сондай-ақ ықтимал органикалық тіршілік болуымен сипатталады. Бұл сатының ең танымал тау жыныстарына тонолит, трандинит, грандиорит, ТТГ ассоциациясы жатады. Ортаңғы, әсіресе соңғы архейде спрединг пен субдукциялық тақта тектоникалық ахуал білініп, 2,5 миллиард жыл шамасында алып, бір тұтас континент Пангея қалыптасады. Протерозойдың басында Пангея ыдырауға ұшырайды. Бастапқы протерозойдың сонында 1,5 миллиард жыл шамасында жаңа Пангея бір пайда болады. Ол толықтай мұхит деңгейінен жоғары көтеріліп, жердің қалған бөлігін бір тұтас мұхит алабы панталасы алып жатқан. Бактериялар мен қызыл-жасыл балдырлардың фотосинтезуші әрекетінен бөлінген.
оттек пен суда еріген темір реакциясынан темір оксиді тұнып, нәтижесінде жолақ темірлі кварцит, жеспелит қатқабаты түзілуіне әкелген. Бұл процесс оттектің атмосфераға түсуіне тежеген. Ортаңғы рифейде Пангея бір айтарлықтай шамада нығайған. Рифейдің ортасында 0,8-ден бастап 0,75 миллиард жыл аралығында Родиния мегаконтинентінің оның құрамында Қазақстанда болған. Ыдырай бастауынан Протояпетус, Прототетис, Палеоазия, Протопацифик тынық мұхиты ашыла бастаған және батыс Гондвана ауқымында бір қатар мини-континенттер бөлінген. Вентте Палеоазия мұхитында Шығыс Еуропа мен Сібірдің соқтығысуы басталып, ол Кембрийдің ортасында Салаир орогенезі жанданған. Бір қатар жерлерде шалғай мұхиттар ашылған. Бақылау сұрақтары бойынша архей атауының мәні қандай, прокембрий қандай уақыт аралығын қамтиды, прокембрийді жер қандай даму сатыларын өткен, архей мен протерозой қандай бөлімделерге жіктелетінін қарастыру керек, жер қыртысындағы ең көне тау жыныстар қандай атпен белгілі. Әдебиет тізімдерін дәріспен және зертханалық жұмыстарда қолдануларыңызға болады. Және де сөз жұмыстарында сұрақтарға жауап беруге қолданатын әдебиеттер тізімі 16 барлық жоғы.